Жақсылық пен құрметке ауыл лайық, айналайын ағайын ауырмайық. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің медиа орталығынан алғаш рет берілгелі отырған ауыл лайық бағдарламасы бүгін өз жұмысын жұлдызды меймандармен бастағалы отыр. Құрметті көрермен, бүгін біздің ауыл лайық бағдарламасының тұсаукесері. Ендеше студияға алғаш келген қонақтармен таныс болайық. Заман кішірейіп баратыр. Ол жақта қандай не болып жатыр? Әйелдер үйленіп жатыр, еркек үйленіп жатқан бәрін қарап отырмыз. Соның бәрі біздің қазір психологияға әсер етіп жатқан заман. Сіз жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, үйлеріңіз қай жақта деп. Сіздікі қай жақта? Негізі пысықпын ғой, күйеуге шығарда пәтері бар жігітке күйеуге шықтым. Бірден жауап бере салайын. Мен айтайын, жауабы үтік. Менің құттықтауыма қарағанда Нұрсұлтандікі өте жақсы болып кеткен сияқты. Ана монтажда кеспейсіңдер ғой Нұрсұлтандікін, Ал, қош келдіңіздер, Дастан, Нұрсұлтан. Сіздер енді арнайы актер ретінде, жалпы режиссер ретінде көпке танымалсыздар. Бүгін осы шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Алғашқы сұрақ екеуіңізге де ортақ болса деп отырмыз. Жалпы бағдарламамызға сай ауылға жиі барасыздар ма? Шыққан жерлеріңізді бір айтып өтсеңіздер. Рахмет. Енді барлығымызда негізі шынымен де ауылдан шықтық қой. Бағдарламаның аты да өзіне жарасымды екен. Оның үстіне Қазақ ұлттық аграрлық университеті бірден бір ауыл жастарына ауыл жастарының жанын түсінетін, соларға лайықты білім беретін қара шаңырақ білім ордасы. Енді мен мысалы ауылым, туған жерім Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Шыңғожа Батыр ауылы. Сол ауылда туылдым, бірақ мен ол ауылда өскем жоқ, туған туыстарымды ғана танимын. Көп адамдар тани бермеймін. Мен туылғаннан кейін әкемнің жұмыс бабымен жаңағы Алакөлге қарай көшіп кеттік, Алакөл ауданы, қазіргі Алматы облысы. Жаныма ауылында балалық шағым өтті, сол жақта мектеп бітірдім. Жалпы ауылым әрқашанда жанымда, сағынамыз. Енді қазір енді әке-шешем барлығы осы Алматыға көшіп келген. Ауылға сағынып бір жағдайларда ғана, бір тойларда, сондай кезде ғана барамыз. Сондай, ары қарай Нұрсұлтан, өзің жалғастыр. Ауылым есіме түсіп кетті, Дастан айтқан екен мен. Бағдарламаға шақырғандарыңызға рахмет. Біріншіден өте керемет екен. Дастан айтып кетті, ауыл жайында қазір барлық берекенің де, ынтымақтың да, ауызбіршіліктің де, бірліктің де барлық ауылда ғой. Сондықтан да ауылға бір іс сапармен болмаса, бір тойға, қызықшылыққа барып тұрамыз. Ата-анамыз сағынып. Менің ауылым Созақ ауданы, Түркістан облысы, Созақ ауданы Шолаққорған ауылы. Балалық шағым сол ауылда өтті. Одан кейін аяулы арманымды арқалап Алматыға келдік 2009 жыл. Бірақ ауылға барсаң да ауылдағының әңгімесі бөлек дейді. Әрқашанда барғанда сыр бөлісіп, енді сендер қалаға кеттіңдер ғой, енді келмейсіңдер ғой деп қалады көбісі. Бірақ енді ауылға тартып тұрады. Ауылда барлығы жақсы әйтеуір. Магазинге кірсең де әйтеуір тегін алып кетесің, ана жазып кетесің деп. Сонысы жақсы. Қаладағыдай. Қалада енді бәсеке ғой көбінесе. Бұл тұрмыс тіршілікке, ары қарай өнуге, өсуге, қала үлкен. Сондықтан да ауылға жиі барып тұруға болады. Ата-анам тұрады қазір ауылда. Құдай қаласа мақсатым сол ата-анамды ауылға алып келгенге, қалаға алып келгенге отыр. Ауыл деген жақсы ғой. Басқа қандай сұрақ бар деп жаңа. Ауыл жақсы ғой, бармасаң несі жақсы? Ауыл жақсы ғой. Жақсы ауыл. Жақсы ғой ауыл, жақсы. Менің сұрағым әрі Бірден жауап бере салайын. Жауабын бірден айтасың. болады. Бірнеше жауаптар бар менде. Мен айтайын, жауабы үтік. Жоқ, дұрыс Жарайды, қоя бер. Дұрыс жауап бидай болған.
Дастан, көп рахмет әзіліңізге. Өзіңізге қойғым келіп отыр бұл сұрақты. Осы Қазақстандағы КВН ойынының дамуына үлкен үлес қостыңыздар кезінде. Бастамасы, қателеспесем, осы біздің Қара шаңырақтан шыққан болса керек. Сол жылдарға қазір қайтып оралсақ, кішкене қадам жасап кері қарай. КВН-де ойнаған Дастанмен Аграрлық университеттің түлегі болып түлеп ұшқан Дастанның айырмашылығы қандай қазіргі? Бұрынғы мен қазіргі Дастан? Білмеймін, ешқандай да айырмашылық жоқ сияқты. Өйткені бізде студент кезімізден КВН ойнап бастадық. Осы Аграрлық университетінің қабырғасында жүріп, Малбағар КВН командасы, қазақ тілінде және орыс тілінде Легион КВН командасы болып барлық жарыстарға қазақша да орысша да ойнай беретінбіз. Қандай айырмашылығын мен өзім білмеймін, шыны керек. Өйткені адам өз-өзін ол айырмашылығын сезіне алмайды ғой. Сырт көз айтатын шығар, бәлкім кезінде мынандай еді, қазір өзінше болып қапты деген сияқты. Расымен солай ма, емес пе? Жоқ, ондай жоқ. Мен білмеймін. Демек өзгерген жоқсыз? Жоқ, өзгергем жоқ. Тура сол бұрынғы қалпы, постоянно кешігіп жүрем, ұйықтап қалам деген сияқты. Вообще өзгерген жоқ. Атақ, даңқ сізді өзгерткен жоқ? Жоқ. Енді мысалы студент кезімізде, ол кезде жаспыз, жаңағы алғаш хабар телеарнасында Шатақхана деген бағдарламаны бастаған болатынбыз, жаңағы өзіміздің команда болып. Сол кезде енді телевизордан халық көре бастады, тани бастады, көшеге шыққан кезде, мынау ана Шатақханадағы жігіттер емес пе, сіз анау пәленше емессіз ба? Ол кезде телефон жоқ. Ол кезде анау фотоға түсу деген жоқ, автограф болатын. Сол кезде анау жұлдыз ауруының басы сол кездерде болды. Ол кезде жассың, өз-өзіңді кішкене ұстай алмай қаласың, кішкене анау арқан қозып, мақтанып деген сияқты. Жасықпен жаңағы танымалдықтың бір, қалай айтамын, адамды өзгерткен күндері болды. Бірақ бірден өз-өзіміздің есімізді жиып алдық та. Қалай жидіңіз есіңізді? Ұйықтап тұрдым десе, таңертең тұрдым, бәрі нормально, басым ауырмайды десе. Жоқ, енді етің үйренеді ғой. Не әсер етті дегенім ғой? Бәрібірде жаңаға кісімшілікке салынбай, ол жерде енді кішкене тәрбие, өз-өзіңді қолға аласың, өзінше болып кетпей деген сияқты. Сол ауылдың тәрбиесі деп ойлаймын бұның барлығы. Нұрсұлтан, өзіңе тікелей сұрақ, жалпы режиссер ретінде Дастан мырзаның еңбегін актер ретінде сол ойнау барысында қалай бағалайсың жалпы? Оны айта кететін болсақ, қазір таң құрып айтуға болады. Өйткені барлық шынайы. Бірақ мен режиссер емес, бұл кісі продюсер. Сценарист, автор. Осы жаңа оныстың ары қарай дамуына, көгілдір экранға, халыққа жетуіне атсалысқан ағамыз. Шынайы болғаннан кейін өте маған тартымды болды. Басқа түсірілім топтарына да түсіп жүрдім, бірақ ең жақын осы жаңа оныс. Өйткені сценарий бойынша болсын, өмірде қайтып солай сөйлейсің, солай жеткізгенді жақсы көреді. Халыққа етене жақын болғанда сондықтан деп ойлаймын. Аллаға шүкір, қазір көшеде жүрсең 5 қазақтың 4-еуі танып суретке түсіп жатады. Бұл да бір Дастан ағамыздың ерен еңбегі деп айтуға болады, бізге қолдауы деген секілді. Өте жақсы. Мен шынайылық бұл жерде ең бастысы. Халықтың өзінің үйіндегі болып жатқан дүниені өздеріне көрсете біліп, халықтың құрмет қошеметіне бөлендік. Әркімнің өзінің семьясында болып жатқан жағдайларды үйлеріне жеткіздік. Сонысымен қызық, сонысымен күлкілі деп ойлаймын. Тағы да айта кететін жайт, Дастан ағалар біз жаңа актерлар составты құрардың алдында суреттерімізді жіберген болатын. Ұлттық арнаға жіберген кезде бізді осы актерлар түседі деді. Кейіннен барлығы жаңа каналдағылар да тура осы семьяның баласы сияқты, қызы да, ұлы да, Қуандық да ұқсайсың деген сынды. Бұл жаңа продюсердің, актерлықты, таңдаудың, актерлардың орын алатудың үлкен шеберлігі деп айтуға болады. Одан кейін логикаға сүйенген кезде шынайы болып шықты. Өмірде былай сөйлей алмайды, өмірде негізі былай olsun тәттірек болады деген секілді. Сонысымен қызық деп ойлаймын. Бұйырса Құдай қаласа күтеміз де, біз де асыға күтіп отырық. Бір үйлі болсақ, аман-есен аяқтасақ, 4 маусымда Алла бұйырса Дастан ағамыздың бір жарыққа шығатын киносы бар, өздеріңіз де көре жатарсыздар бұйырса.
Құдай қаласа сіздердің қолдауларыңызбен, сіздердің ыстық ықыластарыңыз, әрбір айтқан пікірлеріңіз, комментарийлеріңіздің барлығы біз үшін үлкен мотивация, алға қарай жұмыс істеуге, сосын арайды толықтырып, одан әрі шыңдай түсуге. Құдай қаласа күтіңіздер деп айтамыз, басқа ештеңе айта алмаймыз. Жаңа қоныстың бір кадрында сіз Қазақстанның картасынан қарап тұрған үйлерді, Алматы қаласының картасынан Шыңғысхан сияқты біз осы қанша жерге көштік деп келетін жер бар, осы кішкентай ғана сәт арқылы бүкіл қазаққа ой салдыңыздар деп ойлаймыз. Осы жаңа қоныс арқылы сіздер үйсіз күйсіз жүрген қазақтарға үміт сыйладыңыздар ма, әлде шыннан де үйлі бола аламыз ба, бола алмаймыз ба деген қорқынышы бар адамдарға күдік сыйладыңыздар ма? Қоғамда бар нәрсе ғой. Шынымен де үйсіз жүрген жастар да, үлкен жастағы жанұяларда жетерлік солардың өмірін суреттедік, және шынымен де ол үміт сыйлау. Жаңағы созылып келіп, ең аяғында кәдімгідей үйлі болып, үйге қолдарын жеткізіп, бақытты қылдырып аяқтау болған негізгі идеямыз. Бірақ бір себептермен жаңағы ұлттық арнамыз әзірге тоқтатып қойды. Осы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінен түлеп ұшқан қазір танымал тұлғалар осы КВН саласында. Дәке, өзіңіз де барсыз. Соның ішінде ең алғашқы бастау қалай болды, және сол бастау барысында көпшіліктен көбірек, басшылықтан көбірек, кімнен көбірек қолдау таптыңыздар? Мына КВН-нің бастамасын айтасың ғой, енді ол 2000 жылдардың басы, ол кезде жалпы Қазақстанда қазақша КВН ойыны өте жақсы қарқынды дамып жатқан уақыт. Сол кезде Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры Тілектес Исабайұлы Есполов ағамыз, сол кісі былай біз сыртымыздан көріп бақылап жүрген екен. КВН-ді де жақсы қарайды, жастарға өзі жалпы әрқашанда тығыз байланыста ғой, ол кісі студенттермен деген сияқты. Сөйтіп бізді осы университетке басымызды жаңағы Нұрлан Қоянбаевқа айтып, біздің барлығымызды жинатты. Осы жерде тағы да екінші білім алуға, оқуға түстік. Сөйтіп осы университеттің қабырғасында жүріп, осы университеттің абыройын арқалап КВН команда құрылды. Ары қарай өсу керек болды. Одан кейін жаңағы ректорымызға айттық, аға, енді бізді мүмкіндік болса, жылда болатын Сочи қаласындағы Масляковтың КВН бар ғой. Соған бірақ өте көп қаражат кетеді. Барлық университеттер жіберіп жатыр командаларын. Біз де сол жаққа барып бағымыз сынап көрсек дедік. Сонымен ректорымыз давай деп қолдады. Айтып, ақшаны қайдан тауып бергенін білмейміз. Бізге керекті суммамызды тауып берді. Барлығымызды жаңағы полный командный формамен, мықты жақсы қолдаумен бардық, жақсы өнер көрсетіп, бірден көзге түсіп, біз содан жоғарғы лигаларға еніп кеттік. Жаңағы бірінші лига дейді, Казанда ойнадық, одан кейін премьер-лига дейді, одан кейін высший лигаға өттік. Ары қарай как будто бір жол ашылған сияқты болды. Артымыздан жаңағы бізден кіші басқа да университеттің командалары бір жол көріп алған сияқты, ағылып көп командалар баратын болды. Тағы бір сұрақ, Дастан, екінші мамандығыңыз осы біздің университеттің мамандығы. Сол мамандық өміріңізде қаншалықты кәдеге жарап жатыр? Мен мысалы бірінші мамандығым Шымкентте оқыдым, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің педагогика және өнер факультеті. Өнер факультетінің ішіндегі ұлт аспаптар оркестрін меңгеру, басқару деген сияқты. Оны бітірдім. Одан кейін осы жерде юриспруденция, заңгердің оқуын оқыдым. Одан кейін осы жерде экономика мамандығы бойынша магистратура бітірдім. Соны оқып жүрген кезде мен КВН ойнап бастадым. Соны оқып жүрген кезде өнерім бойымда бар, өнерім ашылды. Соны оқып жүрген кезде қаншама өнерлі достарыммен таныстым, солармен команда болып, қазіргі осы жасап жатқан жұмысыма жол ашылған осы мамандықтарды оқып жүрген кезде деп айтамын.
Нұрсұлтан әзілде де, кино картиналарда да Дастан екеуіңіз біргесіздер. Өмірде ағайындысыздар ма? Өмірде ма? Өмірде інісім ғой, туған інісім ғой Дастан. Қалай араласасыздар, жақынсыздар ма? Өте жақын араласамыз. Өте жақын араласамыз. Кәдімгі өзім туған ағамдай көрем. Марат Оралайсың деген ағамыз да бір-екі рет айтып қалды, Дастан ағаң сен кәдімгі екеуің ұқсайсыңдар негізі, кәдімгі ағаң секілді. Шутканы да подавать еткендерің, нелерің, Дастан ағаң жанынан қама деп сөйтіп сол кісі айтып қалады. Енді мүмкін енді бірде жүргеннен кейін кәдімгі ұқсап кеткен шығармыз. Дастан аға ұқсаса жаман болмаймыз ғой. Иә. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде қызмет етіп жатқан барша аяулы ұстаздар және қыз келіншектер, қарындастар, әпкелер және осында білім алып жатқан қарындастар, студенттер, барлықтарыңызды осы келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүрегіммен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол махаббат тілеймін. Мұғалімдеріміз, ұстаздарымызға айтарым, аман болыңыздар, күш қуаттарыңыз талмасын, студенттерге берер білімдеріңіз таусылмасын, аман болыңыздар, гүлдей жайнап жүре беріңіздер, тек жақсылық тілеймін. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің барша ұстаздарына, мереке ұстаздары болсын, ақжаулықты аналарымызға, қаракөз қарындастарымызға, қыздарға, сұлу қыздарға бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Шын жүректен отбасыларыңызға береке, сөздеріңізге мағына, істеріңізге ынтымақ, бірлік берсін дегім келеді. Ұстаз болу ұлы істейді, ұлы істеріңіз көп болсын. Шәкірттеріңіз шарықтау шегіне жететін шәкірттеріңіз көп бола берсін. Барлық жақсылықтар тілеймін. Гүлдей жайнап құлпырып, біздің күн шуағымыз болып жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Мына сөзден кейін бір 2-3 қыз жылап қалды. Сондай болды. Рахмет. Негізі менің құттықтауыма қарағанда Нұрсұлтандікі өте жақсы болып кеткен сияқты. Маңызды. Ана монтажда кесіп тастайсыңдар ғой Нұрсұлтандікін, иә? Қызғанып жатсыз. Сол ішім ашып отыр, сол сөздерді неғып мен айтпадым? Сол сөздерді неге мен айтпадым деп. Дастан, Нұрсұлтан сізге емес, сіз Нұрсұлтанға еліктеп жүрген сияқтысыз. Ондай да болады. Мен ағама ұқсаймын дейді, ағасы інісіне ұқсайтын сияқты ғой. Бұл сөзге жүйрік, өзі филолог емессің бе сен, иә? Тіл маманы. Жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сендердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштардың өзіңе арнаған, әрбіреулеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябап құшағым сен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, сағынымды көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілді көктемдей көзіңнен танимын, көзіңнен танимын. Бәрекелді. Ана дегенде тебіренбейтін жүрек жоқ. Ана ол мәңгілік тақырып. Анаға деген құрметіңіз балалық шақтан дәл осындай құрметке лайық деп білдіңіз ба? Жоқ әлде кейін өсе келе санаңыз толысқан кезде ананың қадірін толығырақ біле білдіңіз ба? Сол жайында білдіңіз бе?
бірінші Аллаға бойынсыңдар, одан кейін ата анаға бойынсыңдар деп айтады. Сондықтан бұл ата ананың орны ерекше екенін де білеміз. Және де біздің пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи вассалам, бірінші жақсылықты анаңа жаса, анаңа жаса, анаңа жаса деп 3 рет айтқан. Одан кейін барып әкеңе жаса дейді. Біз бұдан әке ананың, яғни ананың орны 3 есе биік тұрғанын байқаймыз. Ана бізді бойына жаңағыдегі жатырында болған кезде, мысалы бала әйел адамның жатырында болған кезде 9 ай 9 күні оны ауыртпалықпен көтеріп дүниеге бір өлімнен қалады. Ананың бір өлімі баладан дейді. Сондықтан осының бәрін есептеп, осының бәрін ойлап, пайғамбарымыз да ең жақсылықтың үлкені ол әлбетте анаға деп 3 рет айтқан. Сондықтан жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, әлбетте жас күнімізде біз енді қазақ атам айтпақшы, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Біз енді қазір ата-анамыз, бала-шағамыз бар, сондықтан оларды бағып өсіру, оларға тәрбие беру, дұрыс бағдар беру деген, оларды уайымдап, қандай қиын екенін байқап жатырмыз. Сондықтан ата-анамыздың қандай ерлік қылғанын, қандай біз үшін күндіз ойын, түнде ұйқыдан қалғанын білеміз. Сондықтан Аллаға шүкір, енді жастайынан біз олардың қадірін бұншалықты біле алмадық, бірақ енді қолдан келгенше бар жақсылықты жасауға тырысып жатырмыз. Күніге звондауға, хал жағдайын сұрауға, не жетпей жатыр, денсаулықтар қалай, ауырып қалса емдетіп беріп деген сияқты. Соның бәрін енді көңілін аулауға, бұдан былай мүлдем олардың көңілін түсірмеуге тырысып жатырмыз. Кеше бір керемет Құранның аятын оқыдым. Сол жерде о Мұхаммед дейді, қандай оларға айт дейді, пенделеріме қандай жақсылықты, кімге, бірінші садақаны кімге беретін сұраса сенен, бірінші анаға дейді, ата-анаға. Одан кейін жақын туыстарға дейді. Одан кейін жетімдерге дейді. Одан кейін жаңа кедей-кепшіктерге дейді. Ең соңында 5-шісі жолаушыларға, яғни өзінің ауылына, өзінің үйіне жете алмай қалған жолаушыларға, мүсәпірлерге. Сондықтан бұл жерде байқайтынымыз, қай аятты алып қарасаңыз, ананың орны, ата-ананың орны өте биік көрінеді. Тіпті айтқан ата-ананың разылығы ол Алланың разылығы дейді. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап барсаң да парызынан құтылмайсың деген тәмсіл бар қазақта. Ал бірақ анаға деген құрметті, анаға деген сыйды көбінесе кейбір азаматтарымыз зәулім үй салып бердім, керемет көлік алып бердім, шетелге саяхатқа жібердім деген сияқты дүние мәселесімен өлшеп қоятын сияқты. Осындай пікірге өзіңіз қалай қарайсыз? Не дер едіңіз сондай ағайындарға? Мен енді асыл дінімізге табыр сүйенсек, кезінде айтады, бір бала келеді, сонда пайғамбарымыздан сұрай саласыз. Менің әкешім үнемі әке-шешем үнемі ақша сұрайды деген сияқты. Сонда назын айтады. Сонда пайғамбар айтады, сен де дейді, және де сенің дүниеңде бәрің әке-шешеңдіксіздер дейді. Түсініңіз ба? Осыдан алып қарасақ болады. Бұл тек дүниялық мәселе, ол біздің парызымыз, міндетіміз, әке-шешенің жағдайын жасау. Пайғамбар айтады, ата-ананың балаға жасаған дұғасы қайтарылмайды дейді. Міндетті түрде қабыл болады деген сөз. Мен ойлаймын, осы біздің осы азда болса жетістікке жетіп жатқанымыз, елге танымал болып жатқанымыз, Аллаға шүкір, сол осы ата-анамыздың дұғасының себебі шығар деп ойлаймыз. Өйткені пайғамбар айтпақшы, олардың дұғалары қайтарылмайды деді. Сондықтан біз ең бақытты жанбыз қазір, ата-анамыз Аллаға шүкір аман есен, дендері сау, 4 көзі түгел немерелердің ортасында жайнап жүр. Мен енді тағы да айтар едім, олар осылай аман болып дұға етіп тұрса, біз үшін тілек тілеп тұрса, не деген алынбайтын қабыл болмайды деп. Өзіңіздің балаларыңыздың анасы, жарыңызға деген құрметіңіз қалай? Сол жайында. Менің жарымды үнемі айтып отырамын. Алла разы болсын ол кісіге, мен өте ол кісіні құрметтеймін, сыйлаймын. Өте бір өзі дана адам десек те болады. Көптеген мәселелерде онымен ақылдасамын. Кейбір мәселелерде керемет бір шешімдер айтады, өзім таң қаламын. Сондықтан менің балаларымның анасы, яғни жан жарым, өзім қатты құрметтеймін. Біз енді Аллаға шүкір отасқанымызға 10 жылдай болды. Ал бір қатты ренжіске бармағанбыз. Әлбетте енді отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды ғой. Бірақ бізден шектен шығып ондай мәселе ұрыс-керіс болмаған. Болмай қойсын деп Алладан тілейміз. Бірақ
өзі бір керемет адам. Кейбір мәселелерде мені, енді адам әлсіз жаратылған ғой, кейбір мәселе көңіліміз түсіп қалатын кездер болады. Сонда маған демеу болып көптеген жақсы әңгімелерін айтады. Ол және де өзі діндар адам болғаннан кейін көп айқай шуға қызыға бермейді. Нағыз өзімнің өмірлік таңдаған, армандаған жұбайым десем де болады. Жалпы әйел баласын соғу, балағаттау, тұрмыстық жағдайдағы түрлі болмаса басқа жағдайдағы зорлық-зомбылықтар, осылардың қоғамда орын алуы, осындай жағдайға ұшырамау үшін жар таңдау мәселесінде өздерін қандай қағидаларға көңіл аудару керек, және де бала тәрбиесінде жалпы ер азамат өзін әйелдің алдында қалай ұстау керек, әйел затына деген ер азаматтың көзқарасы қалай дұрыс болу керек сіздіңше? Енді үлкен қамтамалы сұрақ екен, бір 10 сұрақты бір сұраққа сыйдырдыңыз. Мен енді өзімнің басымнан өткен жағдайды айтайын. Мен жақын арада көптеген кітаптар оқыдым, соның бірі мынау ғұламалар өміріндегі, тұлғалар өміріндегі ислам деген кітапты оқыдым. Марфуа Шапиян деген қарындасымыз жазып шығарыпты, 2 томнан тұратын. Керемет. Біздің кезіндегі ата бабаларымыздың өмірін қарасақ, Шәкәрім, Абайдылардың 19 ғасырға дейінгі. Кейін Совет өкіметі келді, былай Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Ол емес. Мен ар жақты қарап отырып, 19 ғасырға дейінгі. Шәкәрімнің аналары, сондай не деген кісілер болған. Сұлтан Торайғыров, ата-бабаларымыздың Сұлтанмахмұт Торайғыров, солардың аналары не деген керемет болған. Әйел бола білген, еркек бола білген. Әрине бұл жерде қазір қоғамның дамып кеткен. Қоғам қатты дамыған сайын, қазір енді мен үнемі айтып жүрмін, заман кішірейіп баратыр. Ол жақта қандай не болып жатыр, әйелдер үйленіп жатыр, еркектің үйленіп жатқан бәрін қарап отырмыз. Соның бәрі біздің қазір психологияға әсер етіп жатқан заман. Кең әлемге тар шеңберден қарап отырмыз. Иә, бәрін біліп отырмыз. Сондықтан мен өзіме сұрақ қойған кезінде, мен отбасы болуым керек, мен өмірге иманды балдар тәрбиелеуім керек дейді. Негізі әкенің баланың алдында ақысы бар. Баланың әкенің алдында ақысы бар. Өйткені бірінші ертең қияметте сұрайды деген бұл мәселені. Бірінші дұрыс ана таңдап беру балаға. Үйленбей жатып бірінші баланы ойлау керек екен. Мына қыз менің балаларыма қандай тәрбие береді? Тәрбие бере ала ма? Иә. Тәрбие бере ала ма? Бұл өзі әлі тәрбиесіз, бұл мен балаларыма қалай тәрбие береді? Өйткені еркек адам түзде, үнемі сыртта жүреді. Сондықтан екіншісі дұрыс ат қою, есім қою. Ол есімнің де пайдасы бар. Сондықтан ойландым, менің балаларыма қандай қыз тәрбие бере алады, қандай ана тәрбие бере алады деп, мен имандысын іздеуім керек деген сияқты мақсатпен көптеген жерге сұрастырып бардық. Осы Алланың қалауымен осы қазіргі әйелім жолығып, енді былай айтқанда діндарлығына қарап алдым, имандылығына, және де ұтылмадым. Өзімнің ойлағанымнан да биікірек болып шықты, Аллаға шүкір. Мысалы, кейбір адамдар темекі шегеді, және де баласын темекі шеккенін қаламайды. Отбасыда жаңағыдай әйел күйеуін ұрып соғады, ұрсады, бірақ балдарын тәрбиелі болып, керемет болып шыққанын қалайды. Олай дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені тәрбиені адам, еркек адам, әйел адам өзінің жүріс-тұрысынан береді үйде. Бірінші бала-шағаны тәрбиелемес бұрын, ата-ана бірінші өзін кемелділікке, тұлғалыққа, тұлғалық дамуға, имани түрде, және де спорттық түрде, және де интеллектуальный дейді, ми түрде, осы 3 бағытта дамып, үлгі көрсетіп отырса, ол бала ешқайда барамай, соны қарап өсетін болады. Адам өмірде өткеннен кейін болды, бүкіл амалдар тоқтайды дейді. Тек 3 нәрседен басқа. Біріншісі, жария садақа дейді. Егер сіз көпір салсаңыз, жол салсаңыз, мектеп, мешіт салсаңыз, сіз өмірде өтіп кетсеңіз де, сол жерге барған адамдармен сауап барып тұрады. Екіншісі, шәкірт тәрбиелесеңіз. Қанша мысалы мұғалімдер бар осы университетте. Қанша мұғалімдер, қанша мыңдаған шәкірт тәрбиелеп тастайды. Және сол шәкірттер ол ертең сол алған біліммен нәпақа табады, бала-шағасын асырайды, елім дамуына. Олар да шәкірт тәрбиелейді. Сондай сияқты соның бәрі жаңа мұғалімге барып тұрады. Енді үшіншісі жақсы ұрпақ тәрбиелеу, иманды ұрпақ тәрбиелеу. Осында үйленбей жатып, осы үшеуін менен осы үшеуі шығу керек деген мәселемен бірінші ананы таңдау керек. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, ер азамат жағын таңдайтын кезде дініміздегі жаңағы
4 қағиданы ұстанып таңдаса, соның ішінде діндарлығына қараса деп отырсыз, иә? Ал енді әйел баласы, әйел затты өзіне ер азаматты жар ретінде таңдайтын кезде түпсаналық тұрғыда алдымен генетикасына мән береді екен. Сіздің жарыңыз сізді дәл осы генетикалық тұрғыда үлкен мән беріп таңдады деп ойлайсыз ба, түпсаналық тұрғыда? Мен өзімді кемел адам деп айта алмаймын, кемшілігіміз көп. Қолымнан келгенше Құдайға құлшылық істеу деген сияқты керек нәрселердің жасауға тырысамын. Мүмкін содан болар әйелімнің де мені таңдағаны. Аллаға шүкір, енді Құдайдың берген 3 қызымыз бар, тұрып жатырмыз. Қыз баласы бар жерде ол береке бар. Бұл қыз баласы біздің асылымыз, дінімізде де ерекше айтқан, жаңа айтып өттім. Құранда бір ауызбен айтатын болсақ, Құранда еркектер деген сүре жоқ, бірақ әйелдер деген сүре бар. Бұдан көретін болсақ, бұдан әйел мәртебесінің жоғары екенін байқаймыз. Сондықтан әрқашанда қыз аналарымыз, қыз келіншектер, қарындастарымыз осындай құлпырып, ер азаматтар, дұрыс дүниеге ұрпақ тәрбиелейтін ер азаматтар әкеле берсін деп тілектер айтқымыз келеді. Ауырмай жүре берсін барлығы. Мені тапқан анам, мені баққан анам, мен де бағам сені, келгенінше шамам. Баға алмасам несін, шер басып жүріп алаң, алдында Тәңірдің сын болады маған. Бұл не деген төзім, жетер емес сөзім. Балам, балам дейді, жәутең деген көзім. Өмір жүгін артып, тауқыметін тартып, арқасында соның өмір сүрдім шалқып. Студиямызға бүгін келіп отырған қонақтарымызға ең алғашқы болып алғысымызды білдіргіміз келеді. Алғысымыз шексіз сіздерге. Қош келдіңіздер. Рахмет. Сіздерге де алғысымыз шексіз, осылай бізді шақырғандарыңызға. Иә. Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңі бар ғой, жақсы. Күркіретіп, дүркіретіп, мына келген көктем бе, сіркіретіп, бүркіп өтіп, әтір сеуіп кеткен бе дейді. Сол сияқты көктем айында жаңа бағдарлама, оның үстіне ең алғашқы бағдарламаны ең алғашқы қонақ қып тұсауын кескен сияқты болып отырмыз. Бұл енді сіздердің бізге деген бір сенім артқандықтарыңыз шығар, өнерімізді бағалағандықтарыңыз шығар. Сондықтан сіздерге де рахмет, көктемдеріңіз құтты болсын, бағдарламаларыңызға көрермендер көп болсын. Өнер саласында жүргеннен кейін елдің арасында жүресіздер, ел аралап жүресіздер. Сол уақыттағы бір есте қаларлықтай бір керемет алған алғыстарыңыз, болмаса бір үлкен бір қарияның берген батасы деген сияқты сол алғыстан бастасақ деп отырмын. Қандай бір ойда есте қалған? Айтыңыз. Мен сізді сыйлаймын ба, білесіз? Ай, рахмет. Мінекей, алғыс деген сыйлап микрофон ұсынып отыр. Алғыс деген ол ана бір хадисте де бар екен. Жаттап алған бата ол не болмайды дейді да. Жаңағы ол кішкене шынайы болмайды, дұрыс қабыл болу болмау екі талай деп ол жаттанды да. Ол ана көбі жаттап алып ұзақ айтса сондай. Бірақ жүректен шықпайды дейсіз. Иә. Тіпті бата мен рахмет айтамай да сізге іштей қатты жақсы көріп риза болса адам, соның өзі үлкен сіз сауапқа ие болады екенсіз. Алғыс алу деген керемет нәрсе ғой. Алғыс айта алмайтын адамдарыңыз бар ма? Кімдерге алғыс айта алмайсыздар? Енді ол алғыс айта алмайын біреуге деген ондай менде анша ұғым жоқ ау. Алғыс айтқан сайын өзіңде бір кішкене бір мейірленіп, бір көңіл күйің, көңіл күйің көтеріледі екен. Енді алғыс айта алмайтын адамдар деген айтқанда, мүмкін қылмыскерлерге мынау айтпай ақ қойыншы, айтқым да келмейді. Мүмкін соларға алғыс айта алмайтын шығармын. Басқа адамдардың бәріне алғыс айтамын. Анаңызға қандай үлкен сый тарту еттіңіз, болмаса
болашақта қандай сый сыйласам деген ниетіңіз бар? Аллаға шүкір, анам биыл осы көктемде 84 жасқа келеді. Анама ең соңғы сыйлығым қолдан жаңағы орамал. Ең керемет сыйлық гүл ғой деп ойлаймын өзімше. Кез келген гүлді алған кезде мен керемет қуанып, бір көңілім көтеріліп қалады. Қандай шығармашылықпен айналысып отырсыздар? Болмаса қандай жаңалықтарыңыз бар? Бұрын енді интермедиа жазатын Бауыржан шоуда. Жаңа Көк Москвичтен бастап жазғаным, осы Бақыт екеуміз ойнап, біз Алматыға көшеміз деген сериал жазып қойдым. Алматыға көшеміздің осыған дейін өздеріңіз ойнаған рөлде, басты рөлдерде ойнаған жаңа қоныстан, қазір түсіріп жатқан дастан дұрыс. айырмашылығы қандай? Бұның айырмашылығы мүлде бөлек. Мысалы, дұрыс айтып отырсыз. Дастан медиада біз жаңа қоныстамыз. Ұлттық арнаның қолдауымен рейтингісі бірінші орында 3 сезон түсірді. Ал жаңа Күшік құда деген ол дәл қазірде ол да оқиға бар. Бұл енді сериал емес, кинотеатрдан жақында жазғы атаман көресіздер. Барлық сіздердің бағдарламаны пайдаланып отырып айтайын. Күшік құда деген кинотеатрдан болып жатыр десе, ойланбай барыңыздар. Ол өкінбейсіздер ол киноны. Мүмкін 2 рет көрулеріңіз мүмкін, қайта барып. Ал менің жазып жатқан, біз Алматыға көшеміз бе, соған ұқсап қала ма деп отырсыз, оған ұқсамайды. 12 серияда 12 оқиға болады. Қазақтың дастархандарын көрсетеміз да. Ереуілдік шай, сөнген құмырамен қолға су құятын балалар, иығына орамал алып, оның бәрін ұмытып жатырмыз. Бата алатын үлкендерден. Сол сияқты дәстүрлерді кіргізіп, кішкене әзіл қосып, бірақ ұмытып қалған дәстүрлерді кішкене жаңағы мына айтып отырмын ғой. Дәстүр тағамыз бар, дәстүріміз бар, соны ұмытпайық, соны ауылдың есі, ағайын туыс. Ауылдың да жастарын кішкене төмендетіп көрсетеді, жоқ. Бұл жерде ауылдың жастарының деңгейі өте жоғары. Жаңа қонысты мен өзім бір сүйіп көретін адам біреумін. Болашақта жалғасын күтеміз, шығады деген тілегіміз бар. Сол фильмге, сериалға түсу барысында қандай қызықты оқиғалар сізге байланысты, әйел затына байланысты, болмаса қандай бір қиын тұстар болды деген сияқты? Әрине. Енді ол 3 маусым түсірілді ғой. 3 маусым түсірілгенде біз кәдімгі ол жерде кәдімгі бір семья, отбасына айналып кеттік. Кәдімгі біздің ұлымыз сияқты, қызымыз сияқты, қуандық менің жолдасым сияқты болып, жұрттың бәрі мені қуандық жолдасым екен деп ойлады. Сөйтіп ойлайды. Жаңа қонысқан емес. Бауыржан шоуда ойнап келе жатырмыз ғой, жаңағы жанұя болып. Көк Москвичтен бастап, содан бері қазірге дейін сериалдары бар. Қазақстан жарыс ойлайды екен бізді ерлі зайыпты деп. Енді бір қызық нәрсесі, бұл жерде Күләнда негізі қолынан жаңағы бармағынан бал тамған деме шебер, кәдімгі көрпе тігеді, кәдімгі құрақтап тұрып көрпе тігетін сондай адам шебер. Ал мен өмірде мүлдем шебер емеспін десең, мен тіпті анау нені айналдыра да алмаймын. Менің образымда сондай қарама-қайшылық бар. Өзім жаңа көрпені тігіп жасап отырған өзім күлкім келеді. Сондай картиналарда ойнап жүрген актерлардың осы өмірде үйлері бар ма? Мен Алматыда тұрам. Құдайға шүкір, Алтын Орда жақта тұрам. Бақыт апайдың да басында шаңырағы бар. Жақында тағы да үлкейтті Бақыт. Бір бөлмеге тағы қосты бөлмесін, сонымен бұл кісі қаланың қақ ортасында тұрады. Бақыт апайларың. Негізі пысықпын ғой, күйеуге шығарда пәтері бар жігітке күйеуге шықтым. Бірден. Бірақ өзімнің де тұрмысқа шықпай тұрып, Бауыржан Ибрагимовтың театрында істеп жүрген кезде маған берген пәтері болды. Сондықтан Құдайға шүкір, қазір пәтеріміз бар. Сосын жаңағы айтарым, мысалы, үлкендер көп түсінеді ғой, жас буындарға. Жастар үлкен болып, мейлі ол 50-ге келсін, бала шағасымен пәтер жалдап тұрып жатыр ма, оларға күліп қарап, Ильяны төмен санауға болмайды ешқашанда.
Келе жатқан осы жалпы көктем мерекесі бірінші аналар күнімен осы Агра ұлттық зерттеу университетінің ұстаздарын шын жүректен өнер адамы ретінде еңбектеріңізге жеміс, әрқашан сәттілік, жемісті болып, жеңісті болып, жастарыңыз ұзақ болып, мақтан тұтатын шәкірттеріңіз мыңдаған көбейе берсін. Барлық жақсылық тілейміз сіздерге. Еңбектеріңіз бағалансын. Менде Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қыз келіншектерін шын жүректен құттықтаймын мына көктем мерекесімен. Көктемде құлпыра беріңіздер, дендеріңізге саулық тілеймін, амандық тілеймін. Осы бір жаңағы індеттен аман есен шығайық, кәдімгі бұрынғы қалпымызға жылдамырақ келейік деп тілеймін барлықтарыңызға. Ана ретінде, мінекей шәкірт тәрбиелеп, ұстаз ретінде, әйел, ана ретінде өзіңізді осы мерекемен құттықтаймыз. Гүлде құлпырып жүре беріңіз. Жыл сайын қартаймаңыз, керісінше жасарыңыз. Қабыл алыңыз. Құрметті көрермен, осымен Ауыл-лайық бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған менің әріптесім Қанат Әмірханов және Гүлнар Телғозы. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Қош, сау болыңыздар.